ойлаған жүзеге асады. Қарсыласын көздіртіне шығып кеткісі келеді. Екінші аяқты салып үлгерген жоқ әзірге. Үлгермеген екен Болат Заманбек. Және мойындауымыз керек, бұл осы 38 турниріндегі ең бір тартысқа толы жекпе-жек болып жатыр қазір. Ең жеңіл салмақ өкілдерінің арасындағы күнде бола бермейтін текетірес. Тізесімен мені таңғалдырды екінші раунд барысында. Біраз салқынды жұмыс атқара алды деп ойлаймын. Болат Заманбекте раундтың соңына қарай ашылып, өте қиын жекпе-жек, төрешілердің шешіміне дейін уасатын болса. Енді үшінші раунд. Үшінші раунд. Тұрғыда екі спортшының деңгейі тең тәрізді. Бірақ көп күш жұмсады және шыдай білу. Оның өзіне үлкен ерік-жігерді, күш қайратпен сонымен қатар функционал дайындық талап етеді. Бұл тұста жігіттерге шынында лайықты бағасын беруіміз қажет. Рахмаев екідей соқса, мысалы дәм тапты. Енді тіке теуіп көрді Ахмаев. Болат Заманбек өзінің қарсыласының қорғауынан саңлау іздеп жүр қазір. Бағанағы бірінші кезеңдегідей алғысырақ барып соғып көреді бәлкім. Сондай соққылар жеңісі болған еді, өте жақсы. Бірақ Ахмаев көрді. Бәлкім осы алға ұмтылған сәтінде қарсы алу керек шығар. Атап өтуіміз керек, Болат Заманбектің аяғын көп іске қоспағандығы. Жақсы, ол қолы бір жұмсаған жүзінде дәлдейді. Көп жағдайда бұндай соққылар енді кейде қайқып тиеді, кейде жартылай бір күшпен тиюі мүмкін. Сондықтан аса бір залал келтіре қойып жатқан жоқ. Қолдың үстіне тұрған сәті Болат Заманбектің. Бірақ осы бір және қарымта соққыға тап келді. Ахмаевтың тарапынан. Болат Заманбектің соққылары тек бір, я болмаса екі соққымен ғана шектелуде. Сериялы шабуылды көре алмайды. Нұржан Ахмаев жатындап кетіп соққысы келеді. Енді көресіне. Бұған дейінгі раундтар барысында екі жауынгерге орасан зор күшті сарп еткеледі. Жақсы, бірақ шыға келді. Джек, бәлкіде қауіпті әкет көп болған еді астынан күтірі ұрды. Тамаша. Қазір енді Ахмаев алыстан дәлдеп атқан садақшыдай соққыларын толассыз жаудыруда. Бара жатқан осының басымдығын қайтарып алғысы келеді.
келген сайын еш алудан боласыз. Сымда күшейгендей. Болат Заманбекке мына позициядан қайткеніне соп шығып кету керек. Өйткені басымдық қазір Альберт Ахмаевтың жағында. Қапталға қарай ойысты және қолма ұлдасын жасақсы келеді. Және бір аяқпен тіпті тырп еткізбей Ахмаев Болат Заманбектің осы бір осал